Городецкий Давид, Губкиш Доммараджу. C4, E5, ағылшын бастамасы, G3, D6, піл G2, F5. Мүмкіндік бар болса, енді негізгі орталыққа сарбаздарды орналастыру керек. At C3, at F6, E3, піл E7, at G2, рокировка, және C6. Мына пілдің алдына кедергі қою керек, міндетті түрде. D3, піл E6, F4, at B, D7. Мына аттар бір-біріне кедергі жасайды. Өткені енді D7-ге бара алмайсың деп атқан ғой. B3, тура C8. Енді болашақта A жол ашылады деп сенім жоқ ондай. Сол себепті C жол ашылып қалуы мүмкін. Уәзір D2, A6. Ертеме кешпе біз уәзір қанатында белсенділікті танытамыз. Өткені орталықта ештеңе істей алмаймыз, ал патша қанатында ештеңе жоқ деп атқан ғой. Піл B2, B5 орталық тұрақты. Сол себепті оң қанатта немесе сол қанатта шабуыл жасаңыздар болады. Және бекерден бекер емес, мына тураны қойдыңыз, C6-дағы сарбазды қорғайсыз. Патша H1, уәзір E8, мүмкін болашақта уәзір H5, at G4 деген амалдар боп қалуы мүмкін. At D1, піл D8. Енді мына піл деген кәдімгідей қысылып тұр, мына сарбаздар кедергі жасап тұр, сол себепті бір тәуір жерге орналастырған дұрыс болар еді. Піл A3, C5, енді әрине маған мүмкіндік бермейміз. Піл B2 және піл C7. Түсініксіз шешімдердің бірі неге орталыққа өзінің сарбазын қойған жоқ, бірақ сонда да Губкишқа ақыл үйретпей-ақ қояйық. Піл C7, CB. Енді бұл мен сіздерге үнемі айтам, орталықтағы сарбаздардың қаншалықты маңызды екенін үнемі айтам, бірақ кейбір кезде адамдар мені тыңдамайды. Себебі мынандай жүрістер енді байқасаңыздар, енді толығымен 4-ші қатарда сарбаздардың саны азайды. Қарсыластың 4 сарбазы 4-ші қатарға, 5-ші қатарға кіріп алды, ал мына жерде бар болғаны біреу. Бұл да шахмат ойнауға әсері бар деп атқан ғой. E4, G2 және C4. Мүмкіндік бар болса, біз деген өзіміздің уәзір қанатындағы іс-әрекетімізді жалғастыруымыз керек. Және мына C7-дегі піл D6-дағы артта қалған сарбазды қорғап тұр. F5, піл F7 және B4. Мына өтетін сарбаз туралы сіздер білесіздер. Болашақта ол өте қауіпті болуы мүмкін. At B6, at C3, уәзір C6. Біз 6-шы және 3-ші қатардың қаншалықты маңызды екенін ауыр фигуралар үшін сіздер жақсы білесіздер. At E3, at A4. Мына өрт сөндіргіш деген лақап аты бар. Уәзір қанатын қорғайтын фигураның көзін жоюға тырысу керек. G2 және at D5 және піл D5. Бұл жерде ол көріп тұр, мына піл деген мына сарбазға немесе мына сарбазға тіреліп қалуы мүмкін, сол себепті көзін жойды. Піл D5 және еді. Бір өтетін сарбаз бар ма, енді екіншіде өтетін сарбаз дайын. Уәзір D7, A3 және піл B6. Әрине, пілдің жақсы бір қиғаш жолды басып алу өте маңызды. H3, at H5, бірден мына жерге шабуыл жасаймыз, ол бір, екіншіден мына жерге шабуыл жасап тұрмыз. Осымен шын мәнінде ойын аяқталды. Патша H2, G2, E4, F6 былай және F8 батареяны құрдық. Дәл қазір F2-ге барғымыз кеп тұр. F6, at F6, піл F5, уәзір B5. Енді мына сарбазға шабуыл жасау, мына пілдің де, мына тураның да белсенділігі өте төмен, ал мына екеуі әрине бүкіл қараларды жеңе алмайды. Уәзір D2, ат негізгі орталыққа барды, мына жерге шабуыл жасады, екіншіден мына жерге шабуыл жасады, соң болашақта мына жерге шабуыл жасайды. Піл E4 және тура F2 қомағайлар қатарына кірді, қос соққы әдісін пайдаланды. Былай және піл D4 осымен ойын аяқталды. Қазір C3 деген іс-әрекет болады. Не айтуға болады? Губкиш Доммараджу матчқа дайын.